Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай әдемі фартуктың тігу жолын сіздерге үйрететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Осындай әдемі, өте қарапайым, жеңіл жасалатын осындай әдемі фартукты тігетін боламыз. Достар, мынау керекті өлшемдеріңіз, осыларды дәптерлеріңізге, блокноттарыңызға жазып алыңыздар. Мен мұнда бәрін осы өлшем бойынша дайындап кесіп, дайындап алдым. Енді кезекте достар, осы екі жандарын тігіп шығатын боламыз. Достар, міне мен тігіп шықтым. Тек қана осы екі жағын ғана тастап кетеміз, ал қалған жақтарын бәрін тігіп шығамыз. Енді кезекте осылай дәл екі ортасынан қақ ортасын тауып алып, дәл видеодағыдай теңестіріп алып, дәл ортасын тауып аламыз. Осы матамыздың да дәл ортасын осылай тауып алатын боламыз. Осылай майыстырып белгілеп алғаннан кейін дәл ортасын осылай екеуін бір-біріне теңестіреміз. Осылай екі шетінен 27 сантиметрден кішкене осылай бүгіп алатын боламыз. Яғни бізде фартугымыз жиырылып тұру үшін. Келесі жағында да дәл осылай аламыз. Енді кезекте осы жерімізді тігіп шығатын боламыз. Міне достар, мен тігіп шықтым. Енді осы өлшеп алған белімізге орайтын, яғни белдігімізді дәл ортасынан тауып алып, видеодағыдай қақ ортасына теңестіріп, бұны да тігіп шығатын боламыз. Мұнда мен тікпес бұрын осылай жылжып кетпеу үшін инелермен осылай қадап алдым. Міне достар, тігіп шықтық. Енді осылай бір шырақ шетін кішкене майыстырып, 1 сантиметрде майыстырып, тіккен жағымызға осылай теңестіріп, осылай инелердің көмегімен бәрін қадап алып, дәл осылай тігіп шығатын боламыз.
Достар, міне мен тігіп шықтым. Ендігі кезекте беліміздегі дәл ортасын, осы ашық тұрған жерін тігіп шығатын боламыз. Және де бізге мойнымызға салатын жерін, яғни осы матамызды осылай дәл видеодағыдай майыстырып, ішіне бұнда 1 сантиметрдің дәл ортасында етіп, осыны да тігіп шығатын боламыз. Міне дәл осы жеріне тігетін боламыз. Ең алдымен тігіп шығамыз. Міне осы тіккен Міне достар, тігіп шықтым. Ендігі кезекте осыны фартугымның екі жанына осылай теңестіріп, бұны да тігіп шығатын боламыз. Достар, мұнда өздеріңіздің размерлеріңізге байланысты, яғни өздеріңіздің мойындарыңызға өтетіндей қылып, есептеп алып тіксеңіздер болады. Міне достар, осындай әдемі, жеңіл, өте қарапайым фартук тігіп шықтық. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын.